Hello everyone! Сіздермен Жан, ағылшын грамматикасын аңыз әңгімелер арқылы түсіндіремін. Жайғасып отырып, passive voice хабаршының әңгімесін тыңдаңыз. Бұрынғы өткен заманда passive voice деген хабаршы болған екен. Ол халыққа болған, болып жатқан, немесе болайын деп жатқан жайттарды жеткізіп отырған. Бірақ бұл хабаршының ерекшелігі іс-әрекетті кім істегенін немесе істейін деп жатқанын айтпайды екен. Мүмкін ол білмейді, немесе айтқысы келмейді. Бірақ кейде қандай да бір іс-әрекетті кім істегенін айту керек болса, by көмекші сөзін қолданған. Есіңізде болсын, ол сөйлемде әрқашан мына формуланы ұстанған. Be past participle деген ол етістіктің үшінші жағы. Және be көмекші етістігін әр шаққа байланысты өзгертіп отырған. Мысалы, present simple'да сөйлейтін болса, a lot of skyscrapers are built every year. Жыл сайын биік ғимараттар салынуда. Кім салып жатқаны бізге маңызды емес. Бізге хабаршы оны айтқан жоқ. Бастысы, биік ғимараттар салынуда. A lot of skyscrapers are built every year. Келесі, present continuous шағында сөйлейтін болса, the road is being repaired. Яғни, жол жөнделіп жатыр. Кім жөндеп жатқаны маңызды емес. Present perfect шағында сөйлейтін болса, my bike has been stolen. Менің велосипедімді ұрлап кетті. Кім ұрлағаны маңызды емес. Past simple шағында. He was arrested. Ол тұтқындалды. Кім тұтқындады маңызды емес. Және де, the Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Mona Lisаны Леонардо да Винчи салған. Яғни, by көмекші сөзін қолдана отырып, іс-әрекетті кім істегенін бізге айтып отыр. Келесі, past continuous шағында, I was a child when the film was being made. Кино түсіріліп жатқанда мен бала болғам. Кино түсіріліп жатқанда кім түсіріп жатқаны маңызды емес. The film was being made. Әрқашан формулаға көңіл бөліңіздер. Келесі, future simple шағында сөйлейтін болса, the new book will be finished next month. The new book will be finished next month. Жаңа кітап келесі айда аяқталады. Кім аяқтайды, кім жазып бітіреді, маңызды емес. Сонымен қатар, бұл passive voice хабаршысы it is said that структурасын көп қолданған. Яғни, it is said that, it is known that, it is believed that, it is expected that, it is thought that, it is understood that. Бұл конструкцияның барлығы күтілуде, айтылуда, сенілуде деген мағынада. Мысалы, it is said that he is 108 years old. Ол 108 жаста дейді. Кім дейді? Білмейміз, оны бізге passive voice хабаршысы айтқан жоқ. It is said that she works 16 hours a day. Ол күніне 12 сағат жұмыс істейді дейді. Кім дейді? Білмейміз. It is believed that the boy is wearing a white pullover and blue jeans. Бала үстіне ақ түсті пуловер мен көк түсті джинсы киіп алған дейді. Немесе солай киіп алған деп сенілуде. Көбінесе бұл конструкцияларды passive voice хабаршысы халыққа жаңалық жеткізгенде қолданған. Ал достар, бүгінге осы. Көбірек аңыз әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, English with Jan Instagram парақшама тіркеліңіз. Bye!